Ассаламалейкум. Бүгін сіздермен осындай оюлы тапочки тоқып көрсетемін, үйренеміз. Енді бұл үшін бізге табан қажет. Менде осындай ақ табан, ешқандай жібі, тесігі жоқ. Кәдімгі губка сияқты. Крючоктар тез өтеді. Ұшы мынандай үшкір шила жағымен. Мынандай менде екінші ұшы үшкір. Бір ұшы осындай жалпақ кәдімгі 2 мм. Крючок екінші номерлі және шила керек болады. Жібек жіп, мына табанымызды былай айналдырып тігіп алғанға осындай ақ немесе қарасы да болады, басқа түстерде болады. Менде енді ою ақ түсті иранский жіп және фиолетовый иранский жіп. Мына менде енді кавказский жіп қазір жоқ екен, сондықтан иранский жіпті 2 қабаттап табан тоқыдым, мынандай табан тоқығанға. Табанды осылай қара түспен тоқсаңыздар, әдемі болып шығады. Және қайшы керек. Және спица менде номер 10 табан тоқығанға. Және спичка керек. Ал бисмилля, енді бастайық. Маған ең бірінші табанды дайындап алу керек. Табанымызға айналдырып жібек жіпті тоқып аламыз. Міне, табанымыздың ортасынан, іш жағынан бастаймыз. Үшкір жағымен крючоктың оңай кіреді. Мына жақтан кіргізесіз, кішкене қиғаштап, мына шетіне дейін алып келесіз, қиғаштап кіргізу керек. Міне, мына жақтан кіргізесіз, сосын бұны қиғаштап жүргізіп, мына шет жағына қарай алып келу керекпіз. Міне, оңай кіреді крючоктар. Мына жібек жібімізден 1 метрдей, 1 метр болғанда да, мына жақты былай айналдыра өлшегенде, кішкене бізде артылып тұру керек те. Міне, мынанша артылып тұр, осы жеткілікті. Ұшын кіргізем. Жіпті тартып шығарам. Енді екінші ұшында тартып шығарам. Енді екінші ұшы, міне. Шығардым, міне. Енді где-то арасын 1 сантиметр етіп, крючокты қайта кіргіземде, мынау рулон жақтағы жібімді, табанның іш жағындағы жібін тартып шығарам бер жаққа, сыртқа қарай. Енді осы кольцодан алдыңғы жібімізді тартып шығарамыз, бос тұрған жіпті. Енді екі жағында тартамыз. Тартамыз. Жібімізді ішіне қарай кішкене тартып кіргіземіз. Нелері бір-біріне айқасқан жері көрініп қалмау үшін. Тағы 1 сантиметрдей қиғаштап кіргіземде, мына жақ шетінен шығарам. Тағы жіпті ілемін крючокқа, тартып шығарам. Кольцо шығады, осыдан мына жіпті тартып шығарам. Енді екеуінде тартам. Енді тағы да где-то 1 сантиметрдей қиғаштап кіргіземін. Мына жіпті іліп шығарам. Кольцо пайда болады. Кольцодан жіпті тартып шығарам. Екі жағында тартамыз. Мына жіпті кішкене ішіне кіргіземіз, чтобы айқасқан жері сыртында көрініп қалмау үшін. Тағы да 1 сантиметрдей кіргізем, қиғаштап бер жақтан шығарам. Мына жіпті іліп алам. Кольцо пайда болды. Енді осы кольцодан мына жіпті тартып шығарам. Тартып кішкене ішке кіргізем. Енді екеуінде тартам. Осылай айналдыра тоқып келеміз. Міне, мен аяғына дейін келдім. Енді соңғы неге тігеміз. Осыған мен крючокты былай теріс қаратып салам, маған чтоб қайтып тартып алғанда, мына жіпті іліп алып кетпеу үшін. Міне былай теріс қаратып осыған кіргізем. Осы жерден шығарам.
іліп тартып шығарам. Тартам. Енді тағы да екі неге осыны өткізіп тігіп жіберем, кейін шешіліп тарқатылып кетпеу үшін ол. Ол үшін міне осылай қарай кіргізем, чтобы ана жіпті қайтадан кейін тартып шығарған кезде іліп алып шығып кетпеу үшін. Енді осыдан ішке қарай тартып шығарам. Мына петлямызды шығарып аламыз. Үстіне қарай. Енді осыны байлаймыз. Тағы да байлайым. Енді кешемін жібімді. Енді осы жерде спичка қажет болады. Мынаны ішке қаратып күйдіремін. Крючогымызбен кішкене басып, мына жаққа жабыстырам. Болды. Табанымыз осымен дайын енді. Енді бізге тоқылған табан керек болады. Мына үстіндегі тоқылған табанды тоқимыз. Ол үшін спицам. Қара жіп керек. Осынша шамада жіпті қалдырам. Екі саусағыма іліп алам. Жібімізді. Екі спицаны бірге алам. Мына жоғарғы жақтан кіргізем. Бас бармақтағыдан өткізем. Бас бармақтағыға. Мына екінші саусақтағыдан шығарам. Осылай. Міне сразу менде екі петля терілді. Тағы да енді бас бармақ жақтағы жіптің астынан кіргізем. Мына саусақтағы жіптің астынан кіргізіп, осы бас бармақтағыдан қайта шығарам. Үшеу болады. Осылай міне 4-еу болады. 8 петля теріп аламыз. 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8. Мына жағын байлап қоям. Енді бір крючокты шығарып алам. Енді осы жақтан бірінші петляны ешқандай тоқымаймын, тек іліп алам. Ары қарайғысын каждый петляны тоқып аламын. Енді әркімнің тоқу әдісі әрқалай. Біреулер керісінше тоқиды. Мысалы, керісінше болғанда былай артынан алады, біреулер алдынан алады. Енді өзіңізге қалай ыңғайлы. Солай тоқисыз. Енді соңғы петляға келгенде жібімді осы спицаның алдына кіргіземін де теріс тоқим. Міне. Осы алдынан тоқим. Тағы да бірінші петляны тек іліп алам. Қалғандарын тоқимын. 1-еу, 2-еу. Негізі кавказский жіп болса, сол да жақсы. Менде қазір данный момент ол болмай тұр, енді сондықтан қара иранский жіппен тоқып жатырмын. Енді мына жібімізді алдыға өткіземін. Теріс тоқимын, яғни міне. Крючок спицаны кіргізем, жіпті іліп шығарам. Енді қайтадан бірінші жіпті всегда іліп алам, ештеңе тоқымаймын. Сосын ары қарай 8 петля тоқимын. Мынаны қанша бос тоқсаңыздар, сонша жақсы созылатын болады. Бізде табанымызда бұл әлде қайда жіңішке болып тұрады, жақсы созылғаны
бізге ыңғайлы. Міне соңғысына келдім. Жіпті спицаның алдына жіберемін де, бұлай теріс тоқимын бір петля. Тағы да осылай. Не үшін ең соңғы петляны теріс тоқып жатырмын, өйткені кейін крючокпен шет-шетін тағы да бұны айналдырамыз, жаңа фиолетовый түспен. Сол кезде бізге петлямыз анық көрінуі үшін, қазір енді менде қазір қатар саны қысқа болып тұр, міне. Петляларымыз уже көрініп тұр. Сол кезде бізге өзімізге ыңғайлы болады. Енді осылай мына табанымыздың, мысалы үшін мен мынандай жер қалдырам, мына жаққа біз әлі фиолетовыймен айналдырып тоқимыз, сосын ол созылады, сонымен жетеді осынша шамада. Осынша шамада қалдырып өлшеймін, өйткені мына жаққа фиолетовый жіп тоқылады және созылады тағы. Сондықтан енді осының мен где-то кеңейген жеріне дейін осы 8 петлямен көтеріп келем. Осы жерлерге дейін өзіміз тоқимыз, дәл осылай қайталап осы жерге дейін тоқимыз. Міне мен осы жерге дейін тоқып келдім. Енді ары қарай бізде кеңейгене бізге петля тағы қосу керек. Оны біз қалай қосамыз? Бірінші петляны тек іліп алам. Мына осы спицадағы мен мына спицаның петляларының ортасында, мына алдыңғы қатардағы екеуінің ортасындағы петлядан бір петля іліп алам. Ары қарай осы каждый петляға тоқып келем. 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8. Мына жерге келгенде тағы да 2 петляның ортасындағы астындағы жіптен тағы да біреу іліп алам. Ең соңғы петляны теріс тоқимын. Менде 10 петля болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тағы да 2 рет қосамын. Менде 12 петля болу керек. Біріншісін іліп алам. Осы 2 петляның арасындағы жіпке міне осы жерден бір петля іліп алам. Тағы да іліп алам. Кәдімгі петлямызға тоқып келеміз, қазір. Ең соңғы петля 2 петляның арасындағы жаңағы ортасындағы астыңғы недегіні тағы да іліп аламыз. Менде астыңғысы мынау болып тұр, мына жерде жота шатасып тұр. Енді мына жіпті алдына жіберем, теріс тоқимын, как всегда. Енді міне 12 петля болды бізде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді осы 12 петляны мына жаққа дейін тоқып келеміз, тағы алдындағы қысқартуын тағы да көрсетемін. Міне мен тоқып келдім бас жағына дейін. Енді маған қысқарту керек, 2 қатар қысқартып тоқимын. Оны қалай қысқартамын? Міне біріншісін как всегда іліп алам. Енді осылай екеуін 2 петлядан 1 петля шығарам. Ары қарай тоқып кете берем. 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8. Енді осы жерде 3 қалды. Мен соңғы іштегі 2-ден қысқартам. Міне 2-ден 1 шығарам. Енді жіпті алдыға қаратам да соңғысын теріс тоқимын. Енді бізде 10 петля, міне 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петля. Енді осыдан тағы да 2 петля қысқартам. Біріншісін іліп алам. Алдыңғы 2-ден, міне алдыңғы 2 петлядан 1 петля шығарып алам.
2, менде 3, 4, 5, 6. Енді мына соңында біреу қалады. 3-дің 2-нен біреу шығарам. Енді соңғы петляға мынаны теріс қаратам. Алдына шығарам жіпті. Теріс тоқим. Міне менде енді 8 петля қалды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петля қалды. Енді осыны қалай бекітемін, Міне бірінші мына петлядан тағы да бір петля іліп алам. Сөйтемді оны қайтадан осы петляға кіргізем. Осы мына рабочий спицамызға кіргізем. Және алғашқы 2-нен біреу шығарам. Міне. Осы жіпті мына жаққа қарай қайта кіргізем. Енді мына жіпті қосып, 2 петлядан біреу шығарам. Қайтадан мына спицаға іліп алам. Осы 2 петляны алам. 2-нен біреу шығарам. Қайтадан іліп алам. Мына спицаға 2 петляны алам. 2-ден біреу шығарам. Қайтадан осы спицаға іліп алам. 2 петлядан біреу шығарам. Осылай жоғарғы рядты, ең соңғы рядты жабамыз. Мінекей. Соңғы петля созылып кетіп жатыр. 2-ден біреу шығарам. Мінекей менде біреу ғана қалды. Енді осы біреуден бір петляны шығарып аламдағы. Мына жіпті кесем. Тартып шығарып тастайым, байланады. Тартып қоям. Міне тоқылған табанымыз осымен дайын. Енді осыған спица бізге керек емес енді. Осыған фиолетовый жіпті айналдырып тоқып аламыз, мынандай шетіндегілерін тоқу керекпіз. Фиолетовый жібімді алам. Міне менде петлялары анық көрініп тұр. Осылай маған ұнайды. Бәрі түсінікті. Міне бірінші петляға кіргізем крючокты. Жіпті тартып шығарам. Мына жағын қазір кончигін бірге тоқып жібереміз. 3 петля іліп алам. 1, 2, 3. Тура осы жерге тағы да кіргізем. Жіпті тартып шығарам. 3 петля, алғашқы 2-ден біреу, қалған 2-ден біреу шығарам. Тағы да жіпті іліп алам. Крючокты кіргізіп, жіпті тартып шығарам. Менде 3 петля. 3 петлядан 2 петля қалдырам, 2 петлядан 1 петля. 3 рет с накидым тоқыдық. Бірінші теріп алған 3 воздушный петлямыз 1 с накидымге саналады. 1 петля с накидымге. Енді міне, менде петля көрініп тұр. Мына петляны қалдырам. Кейінгі петляға кіргізіп, крючокты мынаны бірге тоқып, тек қана без накида тоқимын. Жіп тартып шығарам. Менде 2 жіп, 2-ден біреу шығарам. Осылай бекіттік. Енді мен жіпті іліп алам, накид. 1 петляны қалдырам, петляны қалдырып, 2-ші петляға кіргізіп, жіпті тартып шығарам. 3 петля, 3-ден 2, 2-ден біреу. Осы жерге тура осы петляға қайтадан кіргіземде 3 рет тоқим, Осы жерге тағы кіргізем. Так, жібім біреу қысқа, біреу ұзын болып шатасып жатыр. Мінекей 3 петля, алғашқы 2-ден біреу, қалған 2-ден біреу міне. Бір жерге 3 рет с накидым тоқыдық, Бір петляға 3 петля с накидым тоқыдық. Мына петляны қалдырып кетемін. Бұған тоқмайым. Кейінгі петляға кіргізіп, без накидамен бекітем мені. Жіпті тартып шығарам тек қана. Екіншісі қалып қалды. Жіпті тартып шығарам. 2 петля, 2 петлядан 1 петля шығарам. Міне бізде осындай уже өрнек пайда болды. Жіпті іліп алам.
бір петляны қалдырам, мына петляға тоқымайым, кейінгі петляға крючокты кіргізем, жіпті тартып шығарам. Менде 3 петля. Алғашқы екеуден біреу, кейінгі екеуден біреу тоқимын. Тағы да жіпті іліп алам, накид. Сол петляға кіргізем, жіпті тартып шығарам. Үшеудің алғашқы екеуінен біреу, кейінгі екеуден біреу. Тағы да тура осы жерге кіргізем крючокты. Міне, үшеудің алғашқы екеуінен біреу, кейінгі екеуден біреу. Бір петляны тастаймын, кейінгі петляға кіргізіп, жіпті тартып шығарам да, без накидамен бітірем. Без накида бізде іліп алған жоқпыз, тек қана крючокты кіргізіп тартып шығардық. Осылай айналдырып тоқып келеміз. Енді мына жақта келген кезде тағы айтып кетейін, мен тағы көрсетем. Мына жақта бізде петля саны аз болғандықтан каждый петляға тоқитын боламыз. Оны қазір осы жаққа келгенде көрсетем. Міне менде бұрышына келдім, мына бір петляны қалдырам. Содан кейінгі петляға жіпті іліп алам крючокқа. Бір петляны қалдырып, одан кейінгі петляға бір жерден 3 рет тоқимын. Бұрыштағы неміз біздің, который бір петляны іліп алып, бір аузын бекітіп бастадық қой басын. 2, 3 рет тоқыдым. Енді мына кейінгі петляға сразу без накидамен бекіте берем. Тағы да крючокқа жіпті іліп аламда, сразу келесіге бекітем, бастаймын, то есть. Өйткені бізде мына бас жақтағы нелеріміз көп, тапочкада, а мынада 8 ғана петля, сонда біз көбейту керекпіз. Міне сразу келесі петляға бекітем. Сразу келесі петляға бір жерден 3 рет тоқимын. 1, 2, 3. Міне келесі петляға бекітем, без накидамен. Мінекей. Енді накид жасап, мына бұрышқа бір жерден 3 рет тоқимын. 1, 2, 3. Міне келесі петляға сразу бұл жақтан да бекітем. Уже біз жанына көштік. Енді ары қарай бір петляны тастап, до конца тоқи береміз. Міне бір петляны тастайым, кейінгіге тоқиым бір жерден 3 рет. 1, 2 петлясына кидім. 3 петлясына кидім. Бір петляны қалдырам, кейінгі петляға без накидамен бекітем. Осылай өзіміз аяғына дейін аяқтап тоқимыз. Міне мен тоқып келдім соңына дейін. Енді алғашқы 3 петля көтерген неге 3-ші петлясына бекітеміз. Осымен табанымыз дайын, мынаны созамыз кішкене. Енді бұны мына табанға қойып біріктіреміз. Оны қалай жасаймыз? Міне осылай қоямыз бұрышқа. Түзулеп қоямыз. Енді осыдан қай петляға келіп тұр, мына шығарған петлямыз мынау. Осыдан маған мына жерге келіп тұр. Крючокты кіргізем. Мына жіпті тартып шығарам. Мінекей. Енді осыдан бір воздушный петля іліп алам. Осы жерге каждый бір петляға 2 реттен бекітіп шығамыз. Міне келесі петляға бекітем. Осымен табандағы бірінші петляға 2 рет тоқылды. Енді келесі петляға табандағы кіргізем крючокты. Тоқылған табанымыздағы келесі петляға кіргізіп, без накидамен 2 табанды біріктірем. Табандағы петляға кіргізем, тоқылған табандағы келесі петляға кіргізем. 2 табаннан да өткіздім, жіпті тартып шығарам, 2 табандағы петлядан да 2 болады, 2-ден 1 шығарам. Тағы да менде мына жерде бір петля артық екен,
мына петля мынаған келіп тұр. Мына петляны мынаған біріктіруім керек. Сондықтан алдындағы бір петляны қалдырып кетем, ода тұрған ештеңе жоқ. Мынаны іліп алам. Міне, екеуден біреу. Міне, қайтадан осы петляға кіргізем, одан кейінгі петляға кіргізем уже крючокты. Жіпті тартып шығарам, екеуден біреу шығарам. Тағы да келесі петля, табандағы келесі петляға кіргізем, и тоқылған табанымыздағы келесі петляға тоже кіргізем. Жоқ, өтіп кеттім. Мына петляға кіргізем, жіпті екі петлядан да тартып шығарып, екеуінен де біреу шығарам. Осылай айналдырып тоқып келеміз. Табандағы каждый бір петляға 2 рет тоқимыз. Міне мен аяғына дейін тоқып келдім. Табанымыз почти дайын. Енді мынаны соңғы петлясына бекітем. Мына жақта бастаған жақтағыдан бір петляға да тоқып жіберем. Енді алғашқы петляға соединительный петля жасаймын. Ол петлядан да, крючоктағы петлядан да бәрінен өткізіп алам. Енді бір петля шығарып аламын да кесемін. Енді мынаны крючокты тартамыз. Жіпті тартсақ байланады. Бұл жіпті біз осылай арасына, басқа петлялардың арасына жасырып салып жібереміз. Енді где-то осы жерлерге кіргіземін де, осы басынан шығарып крючокты ішіне қарай тартып кіргізіп жібердім. Осымен табанымыз дайын. Енді бортын тоқуға кірісеміз.